Баршаңызға ассаляму алейкум. Сіздермен чебуректер дайындаймыз. Менің Инстаграм және YouTube каналыма қош келдіңіздер. Отбасыларыңызды қуантып, міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңесімді беремін. Ең алдымен бізге қажетті заттар: ұн, сұйық май, су, тұз, тартылған ет және де тартылған сарымсақ қажет. Ең алдымен қызып тұрған табамызға тартылған етімізді салып, тұзымызды салып, суы тартылғанша қуырып аламыз. Сәлден кейін тартылған сарымсағымызды салып, 1 минуттай қуырып алуымыз қажет. Салмасы дайын болғаннан кейін бетін ашық қойып суығанша күтеміз. Қамырын дайындауға кірісеміз. Қамырына тұз, сұйық май, суымызды араластырып, біртіндеп ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін дайын қамырымызды целлофанға салып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, әр қайсысын бөліктерге бөліп дайындап қоямыз. Дайын бөліктерімізді оқтаудың көмегімен жайып, салмасын салып, чебуректерді жасауға кірісеміз. Әр бөліктерімізді осылай жайып, салмасын салып, чебуректерімізді жасап шығамыз. Дайын чебуректерімізді шетін осылай түзулеп кесіп шығамыз. Чебуректеріміз осылай әдемі әрі түзу болып шығады. Табамызға майымызды құйып, астын жағып, майымыз қызғанша күтеміз. Қызып тұрған майымызға чебуректерімізді салып, 2 жағы қызарғанша қуырып аламыз. Чебуректеріміздің әр қайсысын осылай қызартып қуырып шығамыз. Чебуректер өте дәмді болып шығады. Чебуректеріміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.